Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видеомызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде өте қызықты видео, яғни бүгін біз отбасымызбен қыдыратын боламыз. Бұл видео менің каналымда 2-3 рет болған, өздеріңіз де көрдіңіздер. Енді бүгін біз тағы да қыдыратын боламыз. Видео қызықты болады деп ойлаймыз. Ендеше көп созбай видеомызды бастайық. Ал сіздер осы менің видеома лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Достар, біз осындай паркке келдік. Достар, біз Мұстафа екеуміз осындай машинаға отырдық. Мен оған енді айдастыруым керек. Сол қазір оны айдап жүрмін осы паркте. Достар, мен жалғыз өзім айдап жүрмін, потому что Мұстафа түсем деп қоймады. И өзім жалғыз өзім айдап жүрмін. Мына жерде ұлжандар. Мына жерде кәусарлар батутта секіріп жүр. Достар, мен осындай макси чай сатып алдым. Қазір осыны ішеміз. Достар, короче, біз Ұлжан, Кәусар и, короче, мен отырмын осындай. Не битнет? Айналатын әткеншек ба? Карусель. Білмеймін, короче, осындайға отырдық. Достар, енді айналып бастады. Что ғой? Бірақ маған биік ұнайды. Достар, ана жерде Мұстафа отыр. Мұстафа! Мұстафа! Достар, біз осындай жерге келдік. Қазір үш жерден лаваш, донер, пицца сондай алатын шығармыз. Осының ішіне қазір көреміз, достар. Достар, осындай, пицца заказ бердік, пепперонимен. Алдына қой басай.
Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, маған міндетті түрде подписация етіп, яғни тіркеліп, осы видеоға лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыздар және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жалпы біз бұл видеода қыдырып, кафеге барып, өзіміздің отбасымызбен уақыт өткіздік. Ақтау Шымкенттен Қарағанда кішкентай екен. Еще паркіде екесе кішкентайлау болып көрінді бізге. Короче, қалай айтсақ болады. Шымкенттен Ақтау кішкентай екен. Соны байқадым. Достар, еще қайтар кезде бізге папа донер келді. Бірақ біз 2 пиццаға тойып қалдық бағана. Заказ берген қасына сок іштік, пепси кола. Соған тойып қалдық. Тойында екен пепперони заказ бергенбіз 2 түрін. Ой, то есть 2 пепперони заказ бердік. Папа донер әперді, оны біз ертең жейтін болдық, әйтпесе тойып кеттік. Короче, осындай қызықтар болды. Бүгінгі күнге әкеміз бен анамызға көп рахмет болды. Енді біздің видеомыз аяқталды. Всем пока!